Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Қалыңыз қалай? Қайырлы кеш, Асем ханым. Бүгінгі чистка керемет болды. Жақсы, шүкір. Бүгінгі чистка керемет болды. Тамаша. Әлі сол әдем сезімде шыға алмай отырмын. Өте тамаша болды. Иә, қап-қара сүліктей қара ат келді. Соған мініп алып шаптым. Жан жағыма шауып, одан жаныма екі гномик келді. Бастарында сәлдесі бар. Еще маған қолымды уқалай ма, үрлейді ма түсінбедім. Бір нәрселер болып жатыр. Одан ата-анамның марқұм әруақтары келді. Солармен кішкентай кезіндегіде екеуін екі қолымнан ұстап көкке ұштым. Керемет бір сезім болды. Енді әбден жыладым өзім бір жағынан. Тамаша болды. Енді мен Әсем ханымның марафонын алғанмын 4 рет. Алғаш алғаннан бастап ең бірінші кезіккен кезде өзім бір қатты шаршап, сондай бір адамда болады ғой, сондай бір төмен құлдырау. Сондай кезеңде бір Әсем ханым тиктоктан көзіме шалынды. Содан жаңа кіріп марафонын алдым ойланбастан. Бірақ алғаныма өкінген жоқпын ешқандай. Сол марафонды алғаннан кейін менде оң өзгерістер көп болды. Иә, ән істейміз, мін істейміз деп жүрген үйімізге ремонт басталып кетті. Жан-жақтың бәрі тазаланып, керек болса мына көршілеріміздің неше жылдан бері ұзыннан ұзақ салынып тұрған ескі сарайлары бар. Олған дейін бұзып тастады ғой, жаңа көршілер. Соншалықты тазалаған үйімнің жан-жағына дейін тазаланып кетті. Сондай бір керемет болды. Барлық тірліктерім оңынан болды. Енді мен жоқ, ондай болған жоқ деп ешнәрсені отрицать ете алмаймын. Барлық нәрсе болды. Денсаулығымда турланды. Жұмысымда да бір сәл келеңсіз оқиғалар болып жүрді. Соның барлығы жаңағы оңтайын тауып, оңынан болып шешіліп кетті. Сондай тірліктер өте жақсы жағынан болды. Сонан кейін екінші марафонын алдым. Денсаулыққа деп, мына арқамда 4 грыжа, 2 гемангиома бар деп, дәрігерлер операция жасау керек, ота жасау керек, болмайды деп, мына арқамда 4 грыжа, 2 гемангиома бар деп, дәрігерлер операция жасау керек, ота жасау керек, болмайды дегеннен. Енді шынында да жүгіріп кеттім десем болады. Арқаның ауырғанын, қайда қалғанын білмей кеттім. Шаршағанды білмей кеттім. Жүгіріп екінші марафоннан кейін де өте үйленбей жүрген ұлым бар еді. Соған 3-ші марафонды Әсем ханыммен ақылдаса отырып 3-ші марафонды алдым. Ол марафонда да томаға тұйық жүретін мінезі ауыр ұлымның көп өзгерістер байқадым мінезінде. Ол марафонда ұлыма арнап алып едім. Бұрынғыдағыдай емес, мейірімді болып, күліп сөйлеп, әңгімелерін айтып, ашылды. Бірақ енді әлде де үміттеміз, үйленіп қалатын шығар деп жүрміз енді. Сол енді 4-ші марафонында алдым, онда да жаңа өзім алдым. Онда да бір керемет әсер болды. Енді мен денсаулығыма бұл марафондарды ешкім еріккеннен алмайды. Сол жаңағы деніне саулық іздейді, өміріне жеңілдік іздейді. Жаңағы андай-мындай әртүрлі өмірімде негатив адамдар болады. Солардың қорғанын қысы келеді, әйтеуір. Сондай нәрселермен алынады ғой марафон деген нәрсе. Ол марафонда да әйтеуір сондай нәрселермен алынады ғой марафон деген нәрсе. Ол марафонда да әйтеуір сондай нәрселермен алынады ғой марафон деген нәрсе. Ол марафонда да біз ғой қазақ деген халық, әруақты халық. Бізді мысалға сонау ашаршылық заманында қанша қырып тастады. Мысалға мынау тұрған көрші Өзбекстан, немесе Тәжікстан, немесе басқа елдерде ашаршылық болған жоқ, тек Қазақстанда болды. Оның бәрі қолмен жасалды. Одан кейін бар қаншама соғыста қазақтардан көп адам алды басқаларға қарағанда. Міне қарап тұрсаңыздар, енді бізде көп сондай оқиғалар болып жатыр. Соның барлығында қазақ халқы тілін де дінін де жоғалтпай міне өркендеп келе жатыр қазір, Құдайға шүкір. Оның барлығы сол әруақтардың арқасы деймін. Баяғыда
жауға шапқан кезде хан Абылайлар барлық жауға шауып жатқан бүкіл сарбаз аруақ Абылай деп шапқан ғой. Сонда ана жауға көп адам сияқты, мыңдаған әскер сияқты болып көрінген ғой жаудың барлығы. Жауға келе жатқан, шауып келе жатқан адамдар. Бірақ нағыз есінде олар өте аз болған. Сол аруақтың арқасында олар көздеріне көп болып көрінген. Міне, сондықтан аруаққа сену керек. Аруақ бар. Бізді сонау уақыттан бері қорғап, қолдап келе жатқан ол аруақтар осындай дәрежеге жеткізіп келе жатқан. Енді басқа не айтамын, марафоннан өзім көп жаңағы дертіме шипа, жаныма дауа, тірліктер алдым. Оны мойындаймын. Әлде де алсам деген ойдамын. Сондықтан өз денсаулықтарыңыздан, өз өмірлеріңізден ешнәрсені аяуға болмайды. Барлық жағынан жеңілдік болады, барлық жағынан тазару болады, рухани тазару болады, адами тазару болады, тазарулар өте көп болады. Айтып отырмын ғой, керек болса, көршілерге дейін ескі сарайлардың, неше жыл тұрған сарайлары бұзылып кеткеніне таң алдым мен сонда. Ойпырма, не деген құдірет деп. Сондай. Аруақтың құдіреті ол бұл жерде жаратушы иемізбен аруақтың құдіреті. Біз аруаққа сыйынып, аруақтан сұраймыз. Гүлнара ханым Есполова. Иә, дұрыс айтасыз, аруаққа сеніп, аруақтан сұраймыз. Негізінде мен жасым міне 60-тан асып кетті ғой енді. Қазір бірақ баяғы заманда әжеміз жаңағы үнемі айтатын: "О Тәңірім, о жаратушым, о Құдайым" дейтін. Осы Алла деген сөз кейін бертінде шықты ғой деймін мен. Өзіммен осынша жыл немде. Бірақ көбіне сол әжемнің тілінде кішкентай бала кезімнен құлағыма сіңіп қалғаны: "О Тәңірім, о жаратушым, о Құдайым". Міне осы сөздерді көп қолданатын әжем. Сондықтан аруақ бар, аруаққа сену керек. Бізді қорғап, қолдап жүрген аруақтар. Бірінші Құдайым, одан кейін аруақтар. Жаратушы бар. Жаратушыға рахмет айтам. Әлгі манифестті оқып жүремін күнделікті. Біз бұрын өмір сүргенде бізге бұның бірі де болмаған ғой. Біз ешнәрсені білмеген, біз өте қараңғыда өмір сүрдік. Қазір көзіміз ашық, көкірегіміз ояу, барлық нәрсе қол жетімді. Адамның өзінің сеніміне байланысты барлығы деп ойлаймын. Сондықтан сенім мықты болса, барлығы болады. Иә, солай. Рахмет. Алғыс сізге, Наташа ханым. Саған да алғыс. Сізге де алғыс, мың алғыс. Мен осынша біраз уақыттан бері сәл жаңағы неғып кеткен едім. Жаңағы, қалай десем болады. Сізден алыстап кеткендей болдым да, бірақ бәрібір де жаным сізді қалап тұрады, іздеп тұрады. Себебі сіздің маған көмегіңіз көп тиді. Оны мойындаймын. Сондықтан мынау шаршап жүрген, өмірден қашып жүрген, жаңағы еңселерін зіл басып жүрген адамдардың барлығына марафон алыңыздар деймін. Марафонның кереметін айт. Сол айтпағым жаным. Рахмет көп, Алла разы болсын. Алғыс, Наташа ханым, ем-шипа болсын. Бүгінгі чисткаңыз мощный болды. Үшінші көзіңіз ашылды. Шипа болсын. Бүгінгі чисткаңыз мощный болды. Үшінші көзіңіз ашылды. Керемет болды. Мен ана гномиктар келгенде таң қалдым. Екеуміздің саған айтқан кезде, сізге айтқан кезде кешіріңіз. Ол гномиктер сізге барды ма деп сұрадыңыз ғой. Гномиктер келді дегенде. Сол маған келді екі гномик. Өзімде таң қалдым. Бірақ маған қара сүліктей жылдыраған үлкен жылқы келді ғой, кәдімгі ат. Сәйгүлік. Үстіне мініп алдым әйтеуір. Әдемі, иә? Сонымен ар шауып, бер шауып рахаттандым. Әке шешемді көргенде бірақ боз-буран жылап алдым. Кішкентай бала кезім есіме түсті. Тамаша сезімде айттым ғой, ән салғым келіп кетті ма, бір мына жағым бір рахаттанды. Мына көкірегімнің барлығы бір керемет сезім, енді айта алмайым, бір қуаныш, бір әке шешемді көргеннен кейін ба, білмеймін, әйтеуір бір керемет сезім, бір рахат сезім болды. Шынымен айтам, рахат сезім болды. Сондай. Рахмет, алғыс сізге, Наташа ханым. Ем-шипа болсын. Сізге де рахмет. Рахмет көп-көп.